Сағат түнгі 12 болып қалды. Райхан үстел бетіндегі соңғы тамақ қалдығын сүртіп болып, өзінің бөлмесіне қарай беттеді. Үлкен хан сарайында үйде тыныштық билеп тұр еді. Тек баяу желдің ырғағына қозғалып тұрған жапырақтардың дыбысы ашық тұрған терезеден естіліп тұр. Райхан ұзын сонар дәліздің бойымен жүріп келеді. Көзімен үйдің тазалығын қарап келе жатыр. Жердегі кілемдер тап-таза, тегіс жайылып тұрса, дивандағы көпшіктер ұқыпты орын-орнында жинаулы тұр. Дәлізден өтіп бара жатып, Райхан кішкентай Тоғжанның бөлмесіне басын соғып бір көз жүгіртіп шықты. Тоғжан өзінің керуетінде жұмсақ ойыншықтардың ортасында тәп-тәтті болып ұйықтап жатыр еді. Райхан есігін жауып, өзінің бөлмесіне қарай беттеді. Үлкен зәулім сарайдың жанында кішігірім үй болатын. Бұл кішігірім үй зәулім үйдің қызметкерлеріне арналған еді. Райхан өзінің бөлмесіне барып төсегіне жайғасты. Төсегінде жатып, Райхан жаратушыға өзінің осы күніне ризашылығын білдірді. Осындай тұрақты жұмысы барына рахмет айтты. Бұл жұмыстың арқасында Райхан өзінің арманына ақша жинап жүреді. Арманы өзіне үй алу болатын. Райхан өзінің ойынан толқып кеткені сонша, төсегінен тұрып, сөреден өзінің қойын дәптерін алды. Осы аптада қанша ақша тапқанын жаза бастады. Үй алуға әлі біраз қаражат жинау қажет болатын. Бірақ әр апта сайын қосылған қаражат Райханның бойына үлкен сенім мен қуаныш сыйлайтын. Ол өзінің арманына бір қадам жақындап келе жатқанын анық сезді. Арманның жетегінде өзінің ойымен мәз болып отырған кезде бір дауыс естілді. Райхан терезеге жүгіріп келді. Қараса, зәулім үйден үй иесінің әйелі Маржан шығып келе жатыр екен. Әйел жылы көрпеге оранып алған, бірақ көңіл күйі жоқ. Басы салбырап, терең ойға шомылып, әйел ауладағы әткеншекке отырды. Райхан Маржанды тек қожайынның әйелі ретінде ғана көрмейтін, оның өзінің жақын құрбысындай санайтын. Сол себепті Райхан өзінің есеп-қисабын тастай салып, күртешесін киіп сыртқа шықты. Райханға тап қазір Маржанға қолдау көрсету керек сияқты көрінді. Райхан бақшаға шықса, Маржан қап-қараңғы түнекке тесіле қарап, орындықта отыр екен. Райхан Маржанның жанына келді. Райхан, сенде әлі ұйықтамағансың ба? Жоқ. Сенің менің қасыма келгеніңе мен қуаныштымын деп Маржан Райханның қолынан қақты. Райхан, менің бүгінгі алған көйлегім маған жарасады ма? Иә, сізге өте жарасып тұр. Маржан мен Райхан құрбылардай болып кеткен. Бір-бірінен ақыл кеңес сұрап, талғамдарын жасырмай айтып үйренген. Райхан, сен өзің қалайсың? Арманыңдағы пәтерге ақша жинау мақсатын қалай жүріп жатыр? Жақсы, сіздің жолдасыңыз маған жақсы жалақы төлеп отыр. Бір тиынын жұмсамай жинап жүрмін. Бастапқы жарнаға жетіп қалды деуге болады. Сіздердің берген үйлеріңіз жақсы, әрине, жайлы. Бірақ мен өз үйімнің болғанын армандаймын, деді Райхан ашыла сөйлеп. Дұрыс, мен сені түсінемін. Бұл өте дұрыс қойылған мақсат. Мен сен үшін қуаныштымын. Менің де кезінде арман тілектерім көп болатын. Кейде мен мына зәулім сарай мені басатын сияқты деп ойлаймын. Күйеуім екеуміз бастаған бизнес маған еш қызықсыз болып қалды. Қызымды дүниеге алып келгеннен кейін менің өміріме мән кіріп, өмірім қызықтырақ болатын шығар деп ойлап едім. Онымен қорытындысында мен мықты бизнесмен екенмін де, бірақ нашар ана екенмін. Неге олай айтасыз? Мүмкін сіз барлығынан жалығып кеткен шығарсыз. Бірақ сізді нашар ана деуге менің аузым бармайды. Мүмкін сізге шамалы уақыт керек шығар. Мүмкін деп Маржан қолын Райханның қолына қойды. Осылайша Маржан мен Райхан қожайынның әйелі мен қызметкер сияқты емес, емін еркін құрбылардай әр түрлі тақырыпта әңгіме дүкен құрды. Бұл сәттер оларды бір-біріне жақындата түсті. Бұл үйдегі береке, сән салтанат жаңадан келген бала күтуші салтанаттың кесірінен бұзыла бастады. Әр кез бірін-бірі қолдап, қорғап жүретін жас жұбайлардың арасында ұрыс-керісте көбейіп кетті. Бөлмелерінен айқайдың қатты даусы үйдің тыныштығын бұзып, жан-жағын үрейлендіретін. Бір күні Райхан ортаңғы бөлмедегі үлкен үстелдің бетін сүртіп жатқан кезде, осындай ұрыс-керістің куәсі де болған еді. Райхан естімеген көрмеген адамдай болып, үнсіз өз бөлмесіне кетіп бара жатыр еді. Онымен бөлмелердің бірінен алдынан Маржан атып шықты. Көз жасы сорадай ағып келе жатқан Маржанды көріп Райхан, «Маржан, сізге көмек керек пе?» деп сұрады.
Сенің шаруаң болмасын, араласпа. Өз жұмысыңды біл деп Маржан дөрекі жауап берді. Сол күннен бері Райхан олардың отбасылық мәселесі туралы сөз қозғамайтын болды. Өз ісімен ғана айналысып, өз міндеттерін мінсіз орындап жүрді. Бірақ сол күннен кейін үйді татулық пен шаттық емес, шиеленісті жағдай билеп алды. Қожайын ашуын үй қызметкерлерінен алатын ұсақ-түйек қателердің өзіне аса қатты назар аударып, сол үшін қызметкерлерге айыппұл салып, үйде әрдайым көңілсіз жүрді. Оның бұл қылығына жауап ретінде қызметшілер бірінен соң бірі жұмыстан өз еркілерінен кетіп жатты. Қожайынның қызметкерлерге деген көз қарасы мен қарым-қатынасын көтере алмаған болуы керек. Ал жұмыстан шықпай қалған қызметкерлер жұмыстан шығып кеткен қызметкерлердің орнына жасап түнімен жүретін. Райхан да солардың қатарында еді. Күні-түні жұмыс жасап жүргені денсаулығына кері әсер етіп жатты. Алайда Райхан бұл жұмысты тастап кете алмады. Бұл жерден кетсе, дым жақсы жиналып келе жатқан ақшасын бұзып шашылуына тура келетін еді. Арманына жетуге шамалы ғана қаражат жетпей тұрған кезде, Райхан бұл ақшаның бұзылуына жол бермеді. Осылайша қанша ауыр болса да, Райхан жүре берді. Күннен күнге жаман болып бара жатыр деді бір қызметші қыз Райханға. Иә, солай. Мен де байқап жүрмін. Бүйте берсе мен бұл жұмыста қала алмаймын. Бірақ мен тап қазір кете алмаймын. Бастапқы жарнаға жетуге шамалы ғана қалды. Жеткізсем арманымды орындаймын. Райхан не де болса, барлығына шыдап осы үйден ақшасын бастапқы жарнаға жеткіземін деп шешті. Осындай шиеленісті жағдайдың ешқандай ұшқыны тимеген жалған адам бар еді. Ол жақында келген бала күтушісі Салтанат болатын. Салтанатқа қарасаң, бәрі тамаша сияқты көрінетін. Ол көбінесе кішкентай Тоғжанның қасында жүретін. Тек Тоғжанға қатысты үй шаруашылығын ғана жасайтын. Тіпті жұмыстастарының арасына сіңісуді, олармен етене араласу қамын жасамайтын. Өзі де үй қызметшілермен араласпағасын, онымен де ешқайсысы сөйлесе қоймайтын. Ал Маржан болса, өзі қожайынның әйелі бола тұра күнде көңіл күйі жоқ, өз-өзіне деген сенімділігі аз әйелге айналды. Тіпті соңғы кездері ішімдікке де үйірлене бастады. Көп қызметкерлер оның үйде мас күйде жүргенін анық байқады. Өмірден осыншалықты түңілген Маржанға өзінің туған қызы Тоғжан да зәулім сарайдай үйде қызық емес болып қалғандай. Үй тірлігін толықтай қызметшілерге беріп тастағанмен қоса, қызының тәрбиесін толықтай Салтанатқа ысырып тастаған. Тіпті бір күні кешке Маржан күйеуімен айқаласып қалып, қожайын Маржанға қол көтерумен аяқталған болатын. Маржан бірнеше заттарын жинап алып, жүргізушісін шақырып алып, бір жерге тайып тұрды. Осының бәрін көрген Райхан Тоғжанды аяды. Анасы болса кетіп қалды, әкесі ашулы деп баланы аяды. Маржан кеткеннен кейін қожайын тіпті ашуға мінді. Барлығына ашуланып, зекі бұрысып, бар ашуын қызметкерлерден алды. Ол қызметкерлерді бірінен соң бірін жұмыстан шығара бастады. Райхан үшін әрбір күн сынақ болды. Күн бітіп бөлмесіне ұйықтауға келген Райхан бір сынақтан өткендей талып түсетін. Өз-өзіне жалынып, өз-өзіне күш беріп, Райхан керек қаражатты жинауды ғана ойлап, осы үйдің отымен кіріп күлімен шығып жүре берді. Күндіз үй абыр-сабыр болып жатса, түнде үйдің іші тып-тыныш болатын. Бұл тыныштықты тек кішкентай Тоғжанның жылаған даусы ғана бұзатын. Тоғжанның күтушісі болса да, бала көбінесе бөлмесінде жалғыз қалатын. Тіпті түнде де жалғыз ұйықтайтын. Бала анасын іздеп, анасын шақырып жылайтын. Ал анасы болса үйде жоқ. Бұны естіп Райханның жүрегі ауыратын. Баланы аяйтын. Кіп-кішкентай балаға отбасында не болып жатқандығы маңызды емес еді, оған анасының қасында болғаны ғана керек. Үйдегі тәртіпке сай үй қызметшісі балаға жақындамауы керек болатын. Ішкі тәртіпті бұзғанын көрсе қожайын айыппұл салатты немесе тіпті жұмыстан шығарып жіберуі де мүмкін еді. Сол себепті Райхан қанша жерде Тоғжанды аяп оны бауырына басқысы келгенімен оған бара алмады. Алайда Райханның бұл шыдамы таусылып келе жатты. Соның салдарынан Райхан бір күні баланың ұзақ уақыт бойы және тоқтамастан жылаған даусына шыдай алмай оның бөлмесіне жетіп барды. Барып есікті ашып еді, Тоғжан керуетінде жұмсақ ойыншығын құшақтап, боза-бозасы шығып жылап отыр екен. Бетінің барлығы жаспен жуылған. Көздері үсіп кеткен. Өксігін басалар емес.
Жаным, Тоғжан, қорықпа, сен жалғыз емессің деп Райхан баланы қолына алып тыныштандырмақшы болды. Баланы қолына алып, Райхан өзі бала күннен білетін бесік жырын айта бастады. Баланы тыныштандырып, ұйықтатып Райхан өз бөлмесіне кетті. Азанда тұрғаннан кейін Райхан болған жағдайды өзінің әріптесіне айтып берді. Райхан, сен байқап жүр. Іштегі тәртіпті жақсы білесің ғой. Сен бала күтуші емессің, сен үй қызметкерсің. Сол себепті баладан өзіңді аулақ ұста. Бірінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Жалғасын жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіз.